Баршаңызға қайырлы күн достар, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет, ерекше болып шығатын қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ірімшік қосылған бауырсақ дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоларымды толығымен аяғына дейін қарап, менің каналыма қолдау көрсетіп қойыңыздар. Бірінші бір жұмыртқаның үстінен қантымызды салып араластырып, жылы сүтімізді, суымызды құйып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды, дрожжымызды салып, тағы бір араластырып алып, керегінше ұнымызды салып, жұмсақтау етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың басы жақсы бірігіп, июі қану үшін аздап сұйық майымызды құйып, 3-4 рет қайтара илеп аламыз. Жылы жерге қамырымыз көтерілгенше жауып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, өте керемет болып көтерілді. Қамырымызды бөліктерге бөліп алып, арасына ірімшігімізді салып, дәл видеода көргендеріңізде жасап шықсаңыздар болады. Қамырымыздың арасына ірімшігімізді салып болғаннан кейін 10 минутқа тағы көтерілгенше қоямыз. Алдын ала қызып тұрған майымыздың үстінен бауырсағымызды біртіндеп сала отыра, екі жағын қыздырып, қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Мінекей біздің ірімшік қосылған бауырсағымыз дайын болды. Сгущенкамен қосып жесеңіздер де өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Осы видео ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, мені YouTube каналымды қолдап қойыңыздар.